Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі тіршілігіміз біздің кабачоктан икра жасаймыз. Оған бізге керек заттар: кабачок, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, помидор, чеснок и кішкене ащы бұрыш. Помидордың мен қабығын ашып қосамын. Бастарын кесіп алдым. Қазір қайнаған су құйып қоямын. Ыстық су құйып қойса, қабығы тез ашылады. Осылай ыстық су құйып қойып, ыстық суда басқа заттарымды дайындап алғанша ыстық суда тұрады. Ал енді басқа заттарымызды турап дайындаймыз. Кабачокты міне қабығын полный ашпаймын, онша-мұнша ұрылған қара жерлерін ғана алып тастаймыз. Егер ортасында дәнектері аса қатты болса, үлкейіп кеткен болса, оны алып тастаймыз. Ал менде сондай үлкен емес, свежий, сол себепті алмаймын. Кабачокты осылай бәрін турап шығамыз. Ортасында дәндері былай үлкендеу болса, оны кесіп алып тастаймыз. Бізге керек жоқ. Помидор дайын болды. Былай қабығы тез ашылады. Осылай ыстық суға салып нетсек. Тез ашылады. Ал достар, мені бәрін турап дайындап болдым. Бізде міне кабачок примерно 4 килограмм, сәбіз 2 килограмм, помидор 2 килограмм, пияз 2 килограмм, болгар бұрышы 1,5 килограммдай, 2 бас чеснок и 3 ащы бұрыш. Енді бұлардың бәрін қазір қуырамыз. Достар, 3 ыдысқа отқа қойдым. 1 литр сұйық май. Осы 3 ыдысқа бөлемін. Мынаған сәбіз бен пияз қуырамын, мынаған кабачок, мынаған болгар бұрыш мен қызанақты қуырамын. Осы 1 литр майды үшеуіне бөліп құямын. Майды жақсылап қыздырып, астын қатты қойып, жақсылап қуырып аламыз. Кастрюльдің асты қалың кастрюль, соған кабачокты салып қуырамыз. Бірінші сәбізді салып қуырамыз. Салатта сәбіздің жақсы қуылғаны маңызды. Кабачковый икра дегенменен сәбіз жақсы қуырылып әдемі түс береді және әдемі дәм береді. Маған енді болгар бұрышын саламыз.
бәрін енді асты қатты отта, беті ашық күйінде жақсылап қуырамыз. Арасында қозғап тұрамыз. Мынау деген қозғалмайды, арасында осылай көтеріп, сілкіп қозғалмасам қасықпен қозғалмай жатыр. Сәбізді кәдімгі палауға қызартып әдемілеп қуырамыз ғой, сол сияқты қылып қуырамыз. Мінекей достар, сәбізді жақсылап қуырдық. Енді пиязын саламын. Мынаған помидорды саламыз. Бұларды да асты қатты отта, бетін ашық қылып, тоже қуырамыз. Қашан мынау гүрт-гүрт болмайынша, дайын болады ғой пісіп. Сол гүрт-гүрт болмағанынша нетеміз. Қуырып, астын қатты отта. Міне мынау кабачогымыз жаңа бірін салғанда толып тұрған еді. Басылды. Бұл да кабачокта дайын болғанша осылай қуырыла береді. Астын қатты отта тағы қуырамыз. Пиязын салғаннан кейін пияз 10 минут қуырылып жатыр. Енді осы пиязға чеснокпенен ащы бұрышты салып қуырамын. Кабачоктың астын кішкене азайттым. Өйткені кішкене күйіңкіріп кетіп жатыр. Кішкене азайттым. Бас аяғымен де барлығы қосылып, жарты сағат қуырылып жатыр. Мыналар енді қуырылып жатқан жоқ, бұқтырылып жатыр енді бұлар. Жарты сағат болды. Қазір кішкене тағы 10 минут ұстайын. Сосын өшіріп суытып қоям, суытып блендерменен не қыламыз, жаңа пюре сияқты қылып блендерменен айдаймыз. Бірінші суытып алып айдаймын, мен өйткені блендерім кішкене шамасы келмейді. Суытып қойып, енді осыдан кейін 10 минут қайнатамыз, сонымен өшіреміз. Міне достар, сәбізбенен пияз бас аяғы 40 минутқа қуырылды. Енді бұны өшіремін. Ал мыналар міне су көп әлі. Кішкене тағы 15 минуттай осылай ашық күйінде қайнай тұрсын. Су өте көп өйткені. Ондан өшіріп қойдым. Осылай суып тұра берсін. Тағы бір 15 минуттай қайнатам екеуін. Достар, үшеуде суып дайын болды. Қазір енді үшеуінде блендерменен майдалап дайындайтын боламыз. Достар, үшеуінде блендерлап болдым. Негізі бәрін қосып, бірақ бұрын майдалауға болады, бірақ маған осылай ыңғайлы, осылай тезірек болады. Қазір енді бәрін мынау өзінің берекелді қазанына бәрін бірге қосып, тағы да отқа қоямыз. Мінекей достарына үшеуін араластырып, тағы отқа қойдым. Астын кішкене ақырын қойып, қазір бетін жабам. Қайнап шыққаннан кейін астын тағы да кішкене ақырын қоям. Өйткені мынау
атылады, абай болыңыздар, беттеріңізге шашырап кетуі мүмкін. Асын ақырын қойып қайнатамыз. Қазір тұз, қантын салам. Мына жақта банка крышканы қайнап дайындап жатырмын. Қазір мынаған специяларын саламыз. 3 қасық тұз. Аса толтырмай, аса горка қылмай. 3 қасық тұз. Қантты да аса толтырмай 4 қасық саламын. Ақырындап қайнап шығып жатыр. Қара бұрыш жарты ас қасық салам. Даже 1 қасық салсақ та болады. Енді мына специяларын өздеріңіздің қалауларыңызға қалай саласыздар, сіздерге не ұнайды, соны саласыздар. Міне қант, тұз және қара бұрыш қосам болды. Астын ақырын қойып қойдым. Қазір енді қайнап шыққаннан кейін тағы да жарты сағат қайнатамын. Содан кейін уксусын қосып банкаға жабамыз. Отқа қойып қайнап шыққаннан кейін 20 минут қайнап жатыр. Енді уксусын қосамыз. Міне көрдіңіздер ме, қалай атылады мына. Ашқан кезде абай боламыз. Қатты атады. Енді уксусын қосамын. Менде 70% уксус. Толық 1 қасық. Және 1,5 қасық уксус. 70% уксус қосам. Енді осыны қазір жақсылап араластырып 10 минут қайнатамын, болды, сонымен жаба беремін. Қараңыздар, свет қандай әдемі. Сонда мынау блендерден өткізгеннен кейін 30 минут қайнайды. Достар, уксус салғаннан кейін 10 минут қайнап жатыр. Астын өшіреміз, шашырамасын деп. Банкаларым бәрі дайын, стерилизовать қойдым. Енді шетінен алып жаба береміз. Достар, араларында кішкене ауа қалуы мүмкін. Сол ауаны былай кішкене былай айналдырып жіберсеңіздер, ауасы шығып кетеді. Мынандай бұрандалы крышкаменен осылай құрап жаба саламыз. Ал достар, мына кабачоктан жасаған икрамды жауып бітірдім. Шамамен 6 литрдей шықты. Алдында дайындаған терезе ашып тұрады, айып етпеңіздер. Алдыңғы дайындаған банкаларым жетпей алды. Банкалар кейін дайындап, кішкене 2 өре алдым. 6 литрдей шықты. И мынандай бір кішкене ыдыспенен жеуге қалды.
Жаңа сосын мынау тоз бұрышын қантын салғанда кішкене шатастым. Описанияға толық жазып кетем қанша салғанымды. Жасап көріңіздер достар, өте дәмді салат. Өте күшті, кішкене жұмысы кішкене көптеу демесеңіздер, ал так өте дәмді әдемі салат. Ал енді назарларыңызға үлкен рахмет достар. Алдыңғы видеоларымды көріп, лайк басып, комментарий жазып жатқан кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Не деймін, бүгінгі тіршілігім осы болды. Бір күндік тіршілігім келесіде тағы да енді огурцымен кішкене компотым қалды, соларды жабам, соны тағы салатын боламын. Мына банкаларымды енді ыңғайлы жерге қойып, бетін жылы одеялмен жауып қоямын, төңкермеймін, осы күйінде қоя саламын. Сосын ары қарай шкафтарға қойып, кәдімгі осы кухняда үйдің температурасында сақтай береміз қыста. Ал достар, енді рахмет үлкен баршаңызға. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, аман болыңыздар.